Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде математика пәні 3-ші сынып 22-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы аудан, ауданның өлшем бірліктері. Еңбектің адам өміріндегі маңызы. Бүгін сендер ауданды салыстыруды, шамалар мәнімен берілген амалдарды орындауды үйренетін боласыңдар. Видео сендерге пайдалы болады деген ойдамын. Сондықтан лайк басып, тіркелуді ұмытпаңдар. Бұл мен үшін өте маңызды. Бірінші есеп бізде суреттегі әрбір берілген аумақты толтыру үшін қанша тақтатас керек? Міне қараймыз, мұнда неше тақтатас бар екенін. Мұнда бір тақтатас бар. 1, 2, 3 және мына жерде тағы бір тақтатас болу керек. Демек, мұнда 4 тақтатас ұзындығында. Енді неше тақтатас болу керек? 1, 2, 3, 4. Демек, 4-ті 4-ке көбейтеміз, сонда бізде 16. Бірінші суретте аумақты толтыру үшін 16 тақтатас керек. Міне, мұнда. Енді екінші суретте қараймыз. Екінші суретте келесі тапсырмаға қараймыз. Мұнда енді неше тақтатас қажет екінші суретте. Енді қанша тақтатас қажет екен табамыз. Міне, 1. Мен түсінікті болу үшін жазайын. Мына жерде тағы да бір тақтатас бар. Мұнда да 3, 4 және 5. Демек, мына жерде 5 тақтатас қажет. Енді ұзындығында 1, мына жерде тағы бір тақтатас болады. 2, 3, мына жерде де болады 1, 4 және 5. Демек, мұнда 5 тақтатас және мұнда 5 тақтатас және мұнда да 5 тақтатас қажет екен. Сонда біз 5-ті 5-ке көбейтеміз, 25 болады. Екінші суреттегі аумақты толтыру үшін бізге 25 тақтатас қажет екен. Және ауданның өлшем бірліктері 1 метр квадрат деп оқылады. Екінші есеп үлкен аудандарды ірірек өлшем бірліктерімен өлшейді. Дәптеріңе қабырғасы 10 см немесе 1 дециметр болатын шаршы сыз. Бұл 1 дециметр квадрат. Міне, осы 1 дециметр квадрат. Осы шаршының ауданын палетканың көмегімен тап деп тұр. Біздегі бұл сурет дециметр. Енді қазір біз қараймыз, 10 сантиметр бізде 10 сантиметріміз 1 дециметрге тең болып тұр. Демек, біз 10-ды 10-ға көбейтеміз. Көбейтпес бұрын мына ережеге назар аударайық. 1 дециметр квадратта 100 сантиметр квадрат бар. Біз жалпы алдында жаттаған кезде 1 дециметрде 10 сантиметр бар деп жаттығамыз. Ал ауданда квадрат деген сөз еселенген деген сөз. Сондықтан бізде 1 дециметр квадратта 100 сантиметр квадратқа тең. Дәл солай, біз 1 метрде 10 сантиметр, 10 дециметр, 100 сантиметр деп жаттадық, ал квадратта екеселенеді. Сондықтан 1 метр квадратта 10 дециметр квадрат бар. Және 1 метр квадратың 10.000 сантиметр квадратқа тең. Енді бізде 10-ды 10-ға көбейтеміз, 100 сантиметр болады. 100 сантиметр квадратымыз 1 дециметр квадратқа тең. Ал 1 дециметр квадрат, міне, 1 дециметр квадратты 1 дециметр квадратқа көбейтсек, 1 дециметр квадраттың өзі шығады. 1 дециметр квадратымыз, міне, 1 дециметр квадратымыз 10 сантиметр квадратқа тең. Мұна ереже, жалпы біздің екінші есептің А тапсырмасы осыған сәйкес келеді. Ә тапсырмасы сәуленің бөлмесінің еденінде қабырғалары 1 метр болатын шаршы тәріздес кілем жатыр. Міне, осы кілемді көрсетіп жатыр бізге.
бұл 1 метр квадрат. Міне, бұл жерде 1 метр. Енді біз бұның ауданын табу үшін көбейтеміз ұзындығына, енін көбейтеміз. 1 метр квадратқа 1 метрге көбейтеміз, сонда бізде 1 метр квадрат шығады. 1 метр квадратымыз 100 дециметр квадратқа және де 10.000 сантиметр квадратқа тең екен. Міне осылай жазамыз. Үшінші есеп. Инженер, конструктор 1 метр квадрат пен 1 дециметр квадраттың кішірейтілген сызбасын салды. 1 дециметр квадратта қанша сантиметр квадрат бар екен есепте, 1 метр квадратта қанша дециметр квадрат барын есепте. Міне бізде екі сурет берілген, А тапсырмасы және Ә тапсырмасы. А тапсырмасында 1 дециметр. Бұл түсінікті болу үшін мен қазір сызып көрсетейін. Демек, бұл жерде, мына жерде 1 дециметр квадрат бар. Және осы мұнау біздің 1 дециметрге тең деп өзі сызбасымен көрсетіп тұр ғой. Енді біздің мұнауымыз, осының бір төргесі, біздің осы біреу ғана 1 сантиметр квадратқа тең болып тұр. Енді біз осының ішінде неше дециметр квадратқа тең екен табу үшін, біз оны былай есептесек болады. Ұзындығы мен енінде неше төргестен тұратынын санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бұл жерде бізде 10 сантиметр квадратқа тең. 10 сантиметр квадратқа тең. Енді мұна жағын есептейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демек, бұл да 10 сантиметр квадратқа тең. Енді біз оның дециметр неше дециметр квадрат екенін табу үшін біз көбейтеміз. 10 дециметр квадратты 10 дециметр квадратқа көбейткен кезде 100 сантиметр, жоқ, 10 сантиметр квадратты 10 сантиметр квадратқа көбейткен кезде бізде 100 сантиметр квадрат шығады. Ол бізде 100 сантиметр квадратымыз 1 дециметр квадратқа тең деген сөз. Енді Ә тапсырмасын орындаймыз. Дәл солай, енді бізде 1 метр квадрат деп беріп тұр. 1 метр квадратта қанша дециметр квадрат бар екен табуымыз қажет. Мұнау біздің 1 метр квадратқа тең. Міне мұна суретіміз. Түсінікті болу үшін көрсетейін. Мұна суретіміз біздің сызбамыз 1 метр квадратқа тең. Біз қанша дециметр квадрат бар екен табуымыз қажет. Дециметр. Міне біздің бір ұяшығымыз, бір төргесіміз, немесе бір шаршы деп айтамыз. 1 дециметр квадратқа тең. Енді санаймыз нешеу екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мұнда санаймыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демек, мұнда да 10 сантиметр квадрат, мұнда да 10 дециметр квадрат. Енді біз 10 дециметр квадратты 10-ға көбейткен кезде бізде 100 дециметр квадрат шығады. 100 дециметр квадратымыз 1 метр квадратқа тең деген сөз. Міне осылай жазып алсақ болады. Төртінші есепте. Қараймыз, міндетті түрде есептеуге қараған кезде өлшем бірліктеріне назар аударамыз және есептің мәнін бірден жазып шығамыз. 5 метр квадратқа 45 метр квадратты қосқан кезде 50 метр квадрат шығады. 9 метр квадратты 4-ге көбейткен кезде бізде 36 метр квадрат шығады. 35 метр квадратты 7-ге көбейткен кезде, яғни 35-ті 7-ге бөлеміз, сонда бізде 5 метр квадрат шығады. 50 метр квадраттан 235 метр квадратты азайтқан кезде бізде 265 метр квадрат шығады. Міндетті түрде өлшем бірліктерін жазуды ұмытпаңдар. 35 метр квадратқа 29 метр квадратты қосқан кезде бізде 64 метр квадрат шығады. Соңғысында 3 дециметр квадратқа
506 дециметр квадратты қосқан кезде бізде 509 дециметр квадрат шығады. Бесінші есеп, есепті өрнек түрінде жазып, оны шығар. Сендерге түсінікті болу үшін шартын құрып көрсеттім. Сатушы 3 сатып алушыға 5 килограммнан, ал төртіншісіне 15 килограмм картоп өлшеді. Сатушы барлығы қанша килограмм картоп өлшеді дейді. Бұл жерде 3 сатып алушы бар бізде. 3 сатып алушы әрқайсысына біріншісіне бізде бірінші сатып алушыға 5 килограмм өлшеді. Екіншісіне де 5 килограмм өлшеді. Және үшінші сатып алушыға да 5 килограмм картоптан берді. Бірақ төртінші сатып алушыға бізге 15 килограмм картоп берді. Сұрақ: барлығы қанша килограмм картоп болды? Міне, барлығын табу үшін, мынаны тиімді тәсілі көбейту. Демек, біз 5-ті 3 рет көбейтеміз. 15 болды, 15-ке 15 қосамыз, 30. Барлығы 30 килограмм картоп өлшеді деген сөз. Келесі тапсырмасы. Қорапта 25 килограмм кәмпит бар. Кәмпит 5 қағаз қапшықтан әрқайсына 2 килограммнан салынды. Қорапта қанша килограмм кәмпит салынды дейді. Бізде барлығы 25 килограмм. Енді бізде 5 қағаз. Мен осы жерге сендерге түсінікті болу үшін сызып көрсетейін. Міне, 2, 3, 4 және 5. Мынау біздің 5 қорап кәмпитіміз. Және осы 5 қорапқа әрқайсысына 2 килограмм кәмпиттен салды. Мұның барлығында 2 килограмм кәмпиттен бар. Енді қорапта қанша килограмм кәмпит қалды? Жалпы салынбаған қорапта әлі қанша кәмпит бар, соны табу үшін біз мына тиімді тәсілі көбейту. Демек, 2-ні 5-ке көбейтеміз. 10 болды. 25-те барлығы бізде 25 кәмпит болғандықтан 25-тен 10-да азайтамыз. 15 болды. Қорапта 15 килограмм кәмпит қалды. Б тапсырмасы. Мектеп кітапханасы асханасында 4 үстелдің әрқайсында 8 орындықтан және бір үстелге 12 орындық қойылған. Асханада бір уақытта барлығы қанша бала тамақтана алады дейді. Енді біз ол үшін 4 үстелдің әрқайсысы, демек бір үстелде 8 орындықтан болса, 4 үстелді табу үшін 4-ті 8-ге көбейтеміз, 32 шығады. Және де бір үстелде тағы да 12 орындық бар, демек 32-ке 12-ні қосамыз, 44 болды. Сонда барлығы 44 бала тамақтана алады екен. Енді есептерді, мәліметтерді басқа сандармен алмастырып қайтадан шығар. Өздерің осы есепті басқа санмен алмастырып шығарсаңдар болады. Мен үлгісін көрсетіп қойдым. Сендер де осы үлгіге сәйкес шығарсаңдар болады. Бұл жалпы кері есеп ретінде де шығаруға болады. Біз сандарын ауыстыруымыз қажет. Міне, мен үлгісін жазып көрсеттім. Келесі есепке назар аударайық. 6-шы есеп бізде тиімді тәсілмен есепте. Тиімді тәсіл дегеніміз бізде санды ондыққа дөңгелектеу. Сол кезде есепті жылдам шығарамыз. Ол үшін әрине 10 болу үшін біз 23-ке 77-ні қосамыз. 100 шығады, 100-ге 89 қосамыз. Сонда бізде 189 шығады. Келесіне 10-ға дөңгелектеу үшін 44-ке 56-ны қосамыз. Сонда 100 шығады, 100-ге 78 қосамыз, 178 шығады. Келесіне де санды 10-ға дөңгелектеу үшін 223-ке 277-ні қосқан кезде бізде 500 шығады. 500-ге 389-ды қосқан кезде 889 шығады. Келесіне де 10-ға дөңгелектеу үшін қараймыз. Соңғы сан 10 болу үшін біз мына 144-ке 256-ны қосамыз. 400 шығады. 400-ге 578-ді қосқан кезде 978 шығады. Сендер де дәл осылай есептеп шығарсаңдар болады. Келесіне 10-ға дөңгелектеу үшін назар аударамыз. Демек, 3-ке 7-ні қосқан кезде 10 болады. Демек, тиімді тәсілі осы. 123-ке 177-ні қосамыз. Және одан шыққан санды 289-ға қосқан кезде бізде 589 шығады. Келесінде де 10-ға дөңгелектейміз.
соңғы сан 4-ке 6-ны қосқанда 10 болады, демек осыны дөңгелектейміз. Бізде 700 шығады, 544-ке 156-ны қосқан кезде 700 шығады. 700-ге 278-ді қосамыз, сонда 978 шығады. Міне, бүгінгі есебіміз осымен аяқталды. Сабақ сендерге ұнаса, лайк басуды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.